Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оп-оңай жолмен жасалынатын әрі өте дәмді болып шығатын салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен бізге колбаса қажет болады. Өздеріңізге ұнаған кез келген колбасаны қоса берсеңіздер болады. Мен Нарлен фирмасының колбасасын пайдаланып жатырмын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай соломка тәрізді етіп турап аламыз. Арнайы бөлек ыдысқа турап сала береміз. Келесі кезекте тұздалған қиярдан 2 данасын қосамыз. Оны да соломка тәрізді етіп турап алдым. Егер сіздерге тұздалған қияр ұнамайтын болса, балғын қиярды пайдалансаңыздар да болады. Мінекей, бұны да мен соломка тәрізді етіп турап жаңағы ыдысымызға салып аламыз. Одан соң біз жұмыртқа қосатын боламыз. Мен бір жұмыртқаны пайдаландым, бір жұмыртқаны қайнатып, соломка тәрізді етіп турап қостым. Мен бұл жерде достар бір тарелка ғана салат жасап жатырмын. Егер сіздер көбірек етіп жасайтын болсаңыздар, описание бөліміне рецептін толық жазып қалдырдым. Сол жерден аз немесе көп етіп жасасаңыздар болады. Соңында банкадағы дайын тұрған горохты қосамыз. Мен горохтың барлығын қоспадым, тек жартысын ғана пайдаландым. Және сухарик қосып жіберсек өте дәмді болады. Сухарикті мен қолдан жасап қостым. Сіздер дайын түрін алып қоссаңыздар да болады. Мінекей, осымен біздің салатымыз толығымен дайын болып шықты. Майонезді салып толық араластырып, жақындарыңызға немесе туыстарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Ең бастысы өте жылдам дайындалады және өте дәмді болып шығады достар. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, сіздер іздеген бірнеше рецепттерді және салаттардың түр-түрін таба аласыздар. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сізге видео ұнаса, лайк баса кетіңіз.